баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге мынау әсіресе физика пәнінің мұғалімдеріне көмекші құрал болатын сайт платформаларды қарайтын боламыз. Ал олай болса бастайық. Ең алғашқы платформамыз бізде ол Mosaic 3D атты платформа. Жалпы бұл пәнде физика пәнінен басқа да өте көп пәндерге байланысты бар. Мысалы биология, география, химия, математика деген секілді, тіпті тарих та бір керек десеңіз. Ал енді физиканы қарайтын болсақ, мінекей неше түрлі, мынау автомобильдің моторы қалай жұмыс істейді, немесе мынау Кеплердің заңдары, Резерфордтың тәжірибесін көрсетуге болады, Ньютонның заңдарын деген секілді. Балаларға өте қызықты болады. Тіркелу оңай, кәдімгі Google аккаунттарыңызбен бірге тіркелесіздер де оны 3D форматында ашып көрсете бересіздер. Ары бері жылжытуға болады. Енді бұл жерде қазір шамамен бір 30 шақты 3D бар бізде. Доплер эффектісі болсын, мұнда көрсете берсеңіздер болады. Мынау бізде мосттың қалай жұмыс істейтіні, тепловой шар. Бірінші платформамыз осы. Яғни Mosaic 3D. Сөзіңізге түртіп алсаңыздар болады. Екіншісі бізде феткаларды, енді бірі білсе, бірі білмес. Мұнда да тек қана физика емес, басқа да пәндер бар. Математика, химия болсын. Мұнда енді физика бойынша 66 бізде 3D'міз бар екен. Соның енді сіздерге біреуін ашып қарап көрсетейін. Мысалы, қайсысын алуға болады. Мінекей серіппе бар екен мұнда. Серіппені ашып қарап көрейік. Серіппе. Мұнда феткалар оданың бір жақсы жері, мұнда сіздер тіркелмей қойсаңыздар да болады. Лабораториялық жұмысты таңдайық. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мұнда массаны арттыруға болады, жүктердің. Мысалы, мұна жүкті алып кеп білеміз. Мынаны қоссақ, қаншаға созылатынын, мұнда линейка қосуға болады, тіпті. Мұнда қойып қоямыз. Бастапқысы осының 0 см болса, кейін қаншаға өзгереді деген секілді. Массаны арттырған сайын бізде серіппеміз ұзара береді. Және бұл жерде серіппенің дененің массасын ғана арттырып қана қоймай, серіппенің қатаңдығын да арттыра аламыз. Бәріміз білеміз, егер қатаңдық артатын болса, онда серіппенің созылуы да қиынға түседі, артқан сайын. Бірақ масса бәрібір де көп болса, онда қатаңдығына қарамай серіппе созылатын болады. Міне. Осы арқылы егер мектептеріңізде болашақта, немесе қазір жасап жатқан мектептеріңізде лабораториялық жаңағы зертханада құрылғыларыңыз болмаса, серіппе немесе осындай жүктер болмаса, оқушыларға интерактивті тақта немесе ноутбук арқылы көрсетсеңіздер болады. Енді бір феткаларының артықшылығы осында. Бізде Mosaic 3D қарағанда, Mosaic 3D енді бізге тіркелу керек, және онда өзі аптасына лимит бар. Қателеспесем 5 рет, 5 рет 3D ашып көрсете аласыз. Одан кейін платный болады. Мұнда өте көп бар. 3D. Салды біреуін қарап жіберейік. Қызықты деген. Интерференцияға байланысты бар екен. Интерференция анау енді оптиканы өткен кезде интерференция, дифракция деп айтамыз. Оқушылар көбінесе түсінбей жатады. Оны іс жүзінде немесе тәжірибе жүзінде көрсетсек, түсінікті болады. Мұнда мысалы интерференцияны көрсетейік. Бұл не екенді. Интерференция енді білеміз ғой, екі толқын бір-бірімен соқтықсаттағаны, сонда бірнеше толқын пайда болады. Міне мұнда көріп отқандарыңыздай, жиілігін арттыруға болады, мынау тамшыларын танып жатқан, амплитудасын, арасы. Осы секілді. Осы жерден интерференция шартын жалпы түсіндіруге болады. Немесе так. Жаңа бізде интерференция де қазір. Ашып қарап көрейік. Дифракция құбылысында түсіндіруге болады екен бұл жерде. Жалпы дифракция деген не? Ал көрелік. Жасыл жарық, қызыл жарық, толқын ұзындықтары. Мінекей. Жарықты өзгерте алады екенбіз.
Енді мына бізде алғашқыда мен диаметрін өзгертіп отырмын ғой, ортада тұрған. Соған байланысты бізде мынау экранда пайда болған жарық та өзгеріп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай. Иә, осымен видеомыз аяқталды. Пайдалы болды деген үміттемін. Осы бір екі платформа. Болашақта оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін, жай ғана ауызбен сөйлеп, теорияны ғана айта бермей, іс жүзінде көрсетсеңіздер түсінікті болады. Рахмет.